достар, қыз-келіншектер, апа-сіңлілер, жалпы спортты сүйгіш қауым біздің 3-ші бағдарламамызға қош келдіңіздер. Алтынай екеуміз күнделікті жасап жүрген жаттығуларымызбен сізбен бөлісеміз деп шештік. Біздің жаттығуларымыз Табата системасымен құрылған. Өйткені Табата системасы қазіргі таңда ең актуалды системалардың бірі, яғни сұранысқа ие система. Азғантай уақыттың ішінде керемет нәтижелерге жетуге болады. Оны қайталап айтуға шаршамаймыз. Яғни ол қандай нәтиже? Біріншісі, ең маңызды мәселе, ол артық салмақтан құтылу, денеміздің саулығы, үшіншісі төзімділікті арттыру және де жалпы дене бітімінің сымбаттылығын ретке келтіру. Иә, тағы да айта кетеміз, біздің бағдарлама 3 аптаға созылады. Әр аптада сізбен 3 рет жолығып, 20-25 минуттың ішінде сіздермен бірге тоқтамай басынан аяғына дейін спортпен шұғылданамыз және де терлейміз. Осы жерде біздің бір бағдарламада 4 табаты бар. Әр табатының 2 жаттығуды 4 рет қайталап, ортасында 2 минуттық үзіліс болады. Суды қасымызға дайындап қойдық. Әр спорттық бағдарламаны біз қыздыру жаттығуларынан бастаймыз. Дайынбыз ба? Кеттік! Кеттік! Бастан бастаймыз. Достар, қандай әсерде жүрсіңіздер? Соны бөлісе кетіңіздер. Біреулер мүмкін нәтижені байқап жатқан шығар, иә? Иә. Сәл-сәл де болса, өйткені білмеймін, біз Алтынай екеуміз алдағы үлкен мерекелік шараларға, концерттерге дайындалған кезде осы жаттығуларды бір апта 10 күннің ішінде тез формаға береміз. Сондықтан да сіздер де сондай нәтижеге жетесіздер деген сенімдеміз мол, иә. Жалпы достар, төзімділік артып жатқанын сезіп жатқан боларсыздар. Және де комментарийда бөлісіп кетсеңіздер болады. Көршілеріңіз сіздерге жалоб жасап жатырған жоқ па, арызданып жатқан жоқ па, осы видео білмеймін. Не істеп кеттіңдерін әйтеуір секрет, тағы да басқа бір нәрселер жасайды деп. Иә, сосын айта кететін тағы бір маңызды жай, бұл спортпен айналысатын уақыт, иә. Әрине бұл спортпен күндізде немесе кешке де айналысуға болады, бірақ ең бастысы түнде жатар алдында, ұйықтар алдында айналыспаған үшін. Өйткені жүректің қағысы жоғарылайды, кейін оны тыныштандыру сіздерге қиынға соғады. Ұйықтап кету өте қиын болады. 30 секунд уақытымыз қалды. Аяқтың басын қыздырып жіберейік. Буындарын, иә? Иә. Қытырлып жатса денеңіз, ничего страшного. Бізде де ондай-ондайлар болып тұрады. 15 секунд қалды. Жаттығуға мән берейік, достар. Жаттығуды көріп жатсыздар, кеттік. Ең бірінші. Ласточка. Секіріп тұрамыз, тағы да секіреміз, жатамыз. Ласточка. Қай жерде қалдық, сол жерде қалдық. Иә. Ал байқап жатырғандарыңыздағыдай қызықты жаттығулар қосылып жатыр, иә, сізге? Демалды құраймыз. Қай жерде тоқтадық, сол жерде тоқтаймыз. Тағы да екі қайталау. Опа! Байқасаңыздар, көңіл түскен кезде Алтынай екеуміз өткізуге түсеміз, өйткені Плазмыз дейді. қолдың бұлшық еттерге жақсымыз дейді. Және төртінші рет. Төртінші қайталау. Кеттік.
шатасып кетсеңіздер еш нәрсе де етпейді. Бәрекелді. Келесі жаттығу. Планкаға қолмен шығамыз, және қайтып орнымызға қайтамыз. Қайтамыз. Қолды көтереміз. Планкаға шыққан кезде іштің бұлшықеттерін, жамбас бұлшықеттерін қысып ұстаймыз. Керемет. Бүкіл дене жақсылап қызып жатыр. Әлбетте жұмыс істеп жатыр. Иә. Екеуміздің басымыз соғысып қалмасын. Екеуміз тұрып арқалар сияқты болып. Немесе бұқалар ма? Иә. Немесе бұқалар сияқты. Байқасаңыздар, осы бағдарламада біз қолдың бұлшықеттеріне акцент жасаудамыз. Басымда қалайғы бұрабын деп қойдым. Сыртынан қарағанда оңай жаттығуға ұқсағанмен біраз адамды кәдімгідей шаршататын жаттығу. Сондықтан қарап жатпаймыз диванда. Көрермендер, бізбен бірге жай көрермен емеспіз. Біз спортшымыз. Бұл соңғы рет. Күлімдеп тұруды ұмытпаңыз, достар. Болды. Бірінші шабатымыз аяқталды. Сәл-сәл су ішеміз. Иә, суға алып қояйық. Достар, бәрінің бірінші бағдарламада жалғыз болып, қазір құрбыңыз қосылып жатыр ма, әлде біз секілді апалы сіңілі болып жасап жатырсыздар ма? Соның бәрін жаза кетіңіздер. Біз үшін ол өте қызық болады. Және де тағы да айта кететін жайт, ол кейінгі кезде, бұл енді біздің бірінші бағдарламамыз, кейінгі кезде Инстаграм желісінде қызықты жаңағы конкурстар ұйымдастыратын боламыз, осы спорт жөнінде, тура осы бағдарлама жөнінде. Сондықтан да бізбен бірге бастасаңыздар, соңына дейін міндетті түрде жетіңіздер. 60 секунд. Әлі уақыт бар. Демаламыз. Келесі жаттығуда біз деген жамбас бұлшықеттеріне жұмыс жасайтын боламыз. Яғни жалпы ең жеңіл жаттығулардың бірі деп айта алмаймын. Кішкене күрделене түскен жаттығулардың бірі. Яғни оған дейінгі осы жамбасқа жасалған жаттығуларды оған дейінгі бағдарламада байқасаңыздар, олар жай әшейін болғанда ең жеңіл түрі жасалатын, қазір жайлап қосып жатырмыз. 10 секунд. Мән беріп қарап алыңыздар. Мына қалыптан бастаймыз. Иә. Қолымызды жинаймыз, дайынбыз ба? Ал кеттік. Бастысы демалуды ұмытпаймыз, достар. Арқаны тік ұстаймыз. Сосын мән беріңіздер, иә? Мән бергенде былай ғой. Секірген кезде тізені жазбаймыз. Яғни бір қалыпты жағдайда секіруге тырысамыз. Мен жаңа оң аяқпен тұрып, оң аяқпен отырсам, енді сол аяқпен отырып, сол аяқпен тұрып жатырмын. Алмастырып тұруға ұмытпайық, достар.
Кішкене ақтарасыздар алайық. Так. Тағы да 2 рет. Ал. Қиын жаттығу, иә? Біз де көп сөйлеп жатқан жоқпыз. Шынында да достар, айтыңыздаршы, бізбен бірге айналысқан қызық қой, иә? Өйткені біздің де сіз секілді шаршап, терлеп, жұмыс жасап жатырғанымызды. Иә, сізге қаншалықты ауыр болса, бізге де сондай ауыр. Бітті, мен аяғым. Аяқ өлді. Аяқты сілкіп жіберейік, және де келесі жаттығуға дайын болайық. Бұл жаттығуда қолдың бұлшықеттері өте жақсы жұмыс жасайды. Арқа бұлшықеттері және де өзгесе қатты терлесеңіз болады. Рұқсат етем дейсің ғой, терлеуге. Сәл отырып, 10 секунд демалып алайық. Білмеймін, сендер қандай әсер алып жатсыздар. Мен керемет әсер алып жатырмын. Ең болса, біздер кетіп тізеге түсеміз. Бұл жаттығу естеріңізде ме? Бұл жаттығуды, иә, мұның алдын біз жасағанбыз. Бұл және де 4-шісін санап көрейік, иә? Қанеке, бізбен бірге жеңіл түрінде жасайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Бәрекелді. Екінші қабат аяқталды. Екінші үзіліске де жеттік. Жалпы, қазір енді ораза айы ғой. Ораза ұстап жүрген адамдардың бәріне оразаларыңыз қабыл болсын. Егер де сіздер де спортпен шұғылданып жатсаңыздар, біздермен бірге, онда сіздерге кешкісін жасаған дұрыс болар. Өйткені бұл табатыдан кейін су ішкен өте маңызды. Яғни табатының ортасында да әлсін су ішіп тұрамыз, табатыдан кейін де су ішіп тұрамыз. Сондықтан да кешке ауыз ашқаннан кейін, бірінші тамағыңызды жеп болғаннан кейін 1 сағат көлемінде үзіліс беріп барып, осы спортпен шұғылдансаңыздар, өте тиімді болады. Иә, жалпы бір рет таспаға жазылған дүние бұл каналда сақталып тұрады. Бұл видео мен ойлаймын қашанда актуалды болады деп кез келген уақытта достар. Осы бағдарлама біткеннен кейін де егер де бір ай, 2 айдан кейін қайтадан формаға келу керек, артық салмақтан арылу керек деген қалауларыңыз болса, қосып істейлеріңіздер. Бұда тұрған ештеңе жоқ. Біздер тіпті кей кездері күн ара емес, күнде айналысамыз. Ол әр мақсатқа байланысты. 30 секунд уақытымыз қалды. Келесі жаттығу біздің үш бұлшықеттеріне арналады, яғни 2 жаттығу да бізде пресске арналған жаттығулар. Әлсін басқа бағдарламаларда да осылай бөлек-бөлек тоқталатын боламыз. Әрбір дене бітіміне. Кеттік, дайындалайық. Бірінші пресс ол велосипед ретінде. Және екіншісінде планка жасаймыз.
күлімдеп тұрып ұмытпаймыз. Бәрекелді. Ал, Мен ең жақсы көретін жаттығуларым. иә. Кеттік. Планка. 20 секунд. Тұрамыз, Шыдаймыз. Кеттік. 10 секунд үзіліс. Қайтадан велосипедті жалғастырамыз. Ой, керемет, осылай жата берсең ғой, я десең да. Ал кеттік. Дейін тік ұстаймыз достар, шамбасты тік ұстаймыз, ішкі бұлшықеттердің бәрін қатырып ұстаймыз. Біздер біраз терлеп алдық. Ол керемет. Келесі жаттығу, ол да преске арналған жаттығу. Керемет. Дейсің ғой. Планка. Тұрамыз. Егерде қатты қиын болып жатырса, 1, 2, 3, қайтадан тұрамыз. Бұлай тұрмаймыз. Тіке ұстаймыз достар. Енді екі қайталау қалды. Мен білем, сіздер жасай аласыздар, әлі күштеріңіз бар. Сондықтан да қалыспаймыз. Мен секілді шатасып кетсеңіздер, ештеңе етпейді. Біз бұл бағдарламаны түсірместен бұрын сіздерге жаттығулар дайындаймыз ғой. Содан кейін бастан неше түрлі жаттығу, шатасып кету әбден мүмкін. Ал соңғы планка. Содан кейін 2 минут үзіліс. Кеттік. Шаршағанда 1, 2, 3. Қайтып тұрамыз. 2, 1. Жарайсыңдар! Үшінші табан өтті. Ал енді соңғы 4-ші табан, ол 1-ші табанын қайталау. Естеріңізде ма? Ласточка жасай беріппіздер, иә? Сәл-сәл су ішеміз. Іштің бұлшықеттері жақсылап қызып жұмыс жасаған болар. Біздің бұлшықеттер өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Жалпы суды неліктен біз айтамыз, бір-екі ұрттан деп, ол суды аз ішу деген сөз емес, ешқандай да. Ол дегеніміз кейін табады, осы жаттығулар біткеннен кейін жаңағы жетіспеген суды кейін де ішсеңіз болады. Яғни жаттығуды таңертең жасасаңыз, одан кейін целый день деп айтамыз, бар, күніңіз бар. Немесе кешкісін жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде оған дейін жаңағы 1,5-2 литр суыңызды ұмытпай ішіп жүріңіздер. Яғни адамның зат алмасуына, адамның артық салмақ тастауына бірден бір себеп ол суды
күнделікті суды өзінің мөлшерін толтырып тұру. Иә, мөлшерін толтырып тұру. 30 секунд қалды және де соңғы табатамыз. Иә. Дайынсыздар ма достар? Мен дайынмын. Мен де дайынмын. Мүмкін араларыңызда тіпті жігіттер де бар шығар, Иә. Ол тіпті керемет. Өйткені біздің жаттығулар тек қана әйел адам жасау керек деген жаттығулар емес. Бұл жаттығуларды тренажерный залда ер адамдар да жасап жатады. Жаңағы. Ал кеттік, 5 секунд қалды. Дайынсыздар ма? Кеттік 4-ші раунд. Ласточка. Секіріп тұрамыз. Баяу түсеміз. Ласточка. Секіріп тұрамыз. Және тағы да баяу түсеміз. Ласточка. Кеттік тағы да. Баяу түсеміз. Ласточка. Баяу түскен кезде денемізді тік ұстаймыз, достар. Керемет. Керемет бағдарламалардың бірі. Бұл үшінші айдау, иә? Бүгін қол бұлшықтары және де пресс бұлшықтары өте жақсы жұмыс атқаруда. Және соңғы. 4-ші қайталы. Ал, кеттік соңғы рет. Түсеміз, қамшылап қоймасақ, алғышқа. Иә, жатқалатында жоқ шығар алғаларында. Деген сенімдеміз еміз. Бәріміз қадағалап отыра алмаймыз. Бірақ дегенмен де Денесіздікі, иә, денсаулықсыздікі. керемет. Енді келесі жаттығу еске түсірейік. Келесі және соңғы. Келді. Шығамыз, вахтыдан баяу қайтамыз. Шығамыз, және баяу қайтамыз. Керемет, мен шаршадым. Мен де шаршадым. Кеттік екінші қайтамыз. Бермейміз, достар. Соңына дейін жасаймыз. Осыдан кейін алда демалыс. Иә. Бұл жұма, яғни алда бір күн емес, 2 күн демалыстарымызды. Қанда барлық күшімізді жинаймыз. Кеттік. Керемет. Тағы да бір рет. Соңына дейін жасау керек еді. Негізі бірақ жарайды еді. Біз де адам баласымыз. Сіз секілді шаршап жатырмыз. Болды? Бас. Құттықтаймыз, достар. Осымен бір апталық бағдарламамыз Өзіне жетті. Кетті соңғы жаттығуларым деп сізде. Көзіңізді төмендетеміз жайға. дұрыс қалпында.
теңсереміз. Кішкене теңсеріп қойсаңыз да болады. Аяғымызды ашып отырайық. Ой, Және солға. Қаншалықты? кеттік ортаға сәл-сәл. Я, зені басайық, достар. Ой, не дейін. Сылтау жоқ. Ешқандай сылтау жоқ. Ертең деген болмайды. Спорт залға баруға жағдайым жоқ, уақыт жоқ деген сылтауды да алып тастаймыз. Тек қана үйде ғаламтор болса, және кішкене алаң болса, ең басты сіздердің өздеріңіздің үлкен қалауларыңыз болса болғаны. Әрине, достар, үйдегі жаттығулармен қатар спорт залда да тағы да үстінен қосымша айналыссаңыздар болады. Бұл тек қана сіздерге жақсы болмаса жаман болмайды. Егер де мынау растяжка дейміз ғой, соған уақыт аз болып қалып жатса, көбірек уақыт бөлсеңіздер болады. Күтіп аламыз. Ал құттықтаймыз. Бірінші аптамыз өз мәресіне жетті. Біздермен бірге жай көрермен емес, спортшы болып айналысқан экранның ар жағындағы әрбір жанға өз ризашылығымызды және де өз құрметімізді білдіреміз. Достар, қосылмағандарыңыз болса, қосылыңыздар біздің қатарға. Біздің каналға тіркеліңіздер, астындағы қоңырауға бас қойыңыздар, өйткені келесі бағдарлама шыққан кезде дәл өзін уақытында біліп отырасыздар. Алда демалыстарыңыз өте жақсы өтсін. Мүмкіндік болса, тауға барып, немесе судың жағалауына барып, серуендеп қайтудан бас тартпаңыздар. Бізді көріп отырған әрбір көрерменге тілегіміз